Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды көрсететін боламын. Талдықорғанда көшеде жалаңаш жүрген ер адам көптің зәресін ұшыратты. Видео авторының сөзінше, жалаңаш ер адамнан қорыққан балалар, әйелдер шошынған. Бағдаршамның қызыл түсінен өтіп, одан қашқан. Көп ұзамай полиция 39 жастағы ер адамды ұстады. Анықталғандай, күдікті мас болған. Оған қатысты ұсақ бұзақылық бабымен әкімшілік іс қозғалды. Ал Павлодар облысына келетін болсақ, Павлодар облысында мектеп пен әкімшілік ғимараттарының шатырын жел ұшырып әкетті. Зардап шеккендер жоқ. 8 наурызда жылдамдығы 27 мм/секундына дейін екпінді желдің салдарынан екі елді мекенінен шатыр құлады. Баянауыл ауданында Жаңкелді ауылында мектептерінің шатырының бір бөлігі бұзылып, 51 шаршы метр көлемді шатыр жел ұшырып әкеткен. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.